Баршаңызға сәлем. Бүгін біз селедканы тазалап маринадтаймыз. Ең алдымен селедканың басын кесіп, ішін тазалап аламыз. Видеодағыдай тақтайларыңызға салафан кигізіп қойсаңыздар, кейін оны қоқысқа тастау сіздерге жеңіл болады. Сосын балығымыздың ішін салқын сумен немесе салфеткамен тазалап алу қажет. Ең алдымен бас бармағымызбен сұқ саусағымызды омыртқаның екі жағына кіргіздіріп, қабырғаларын кезектестіре шығара отырамыз, яғни видеода көрсетілгендей. Сосын құйрығын кесіп алып тастаймыз. Омыртқасын алғаннан кейін майда және ірі сүйектерін тазалап аламыз. Сүйектерінен тазалап алған соң балығымызды екі бөлікке бөлеміз. Сосын сыртқы қабығын алып тастаймыз. Тазалап болғаннан кейін балығымызды жіңішке қылып тураймыз. Сосын пиязымызды жарты кольцо қылып, жіңішке қылып турап аламыз. Пиязымызды турап болған соң 1 литрлік банка аламыз да, соған пиязымызды мышқылап саламыз. Сосын лавр жапырағын, селедканы саламыз. Осылай кезектестіре салып, банкамызды толтырамыз. Барлығын салып болған соң, ең соңында өсімдік майын құйып, банканың бетін жауып араластырып жібереміз де тоңазытқышқа қалдырамыз. Кез келген уақытта ысына берсеңіздер болады. Осымен селедка дайын. Барлықтарыңызға ас болсын.